Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирожнойлардың рецептісімен бөлісемін. Бізге 4 жұмыртқа, қойылтылған сүт, қопсытқыш және ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, үстіне шым тұз қосып, миксермен араластырамыз. Араластырған жұмыртқаның үстіне қойылтылған сүтті шетінен қоса отырып миксерлейміз. Оның үстіне қопсытқышты қосып араластырамыз, одан кейін ыдысымызға салып миксерлейміз. Корждарды пісіретін табаның көлеміне қарай пергамент қағаздарын кесіп аламыз. 3 коржға шамамен әрқайсысына 11-12 қасықтан кетеді. Біздің пешіміз және корждарды пісіретін табамыз қызып тұрған болу керек. Қызып тұрған табаға пергамент қағаздарымызды салып, 4 бұрышты етіп корждарымызды жаямыз. Корждардың беті қызарғанда пештен шығарамыз. Тоңазытқышта тұрған салқын сливкеге шетінен қант ұнтағын қоса отырып, шай жылдамдықтан бастап араластырамыз. Корждарға кремді жағып жинаймыз. Кемінде 13 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шығарып, артық шеттерін кесіп, 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Пирожнойларымыздың бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мысалы, мен шоколадты ганашты құйып шықтым және печеньенің өтіндісін беттеріне сеуіп шықтым. Осымен біздің өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирожнойларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.